Құрметті достар, бүгінгі менің кеспем дайын болды. Қайырлы күн, құрметті менің достарым. Бүгін мен сіздерге жеңіл асып жасалатын кеспе түрін қалай жасау керек екенін көрсеткім келіп отыр. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Маған жазылып кетіңіздер. Ол үшін бізге не керек? Кішкене ет керек, картошка, помидор, пияз, суға етімізді жақсылап жуып аламыз. Жуып асып жасаймыз. Кеспемізді қуырмаймыз, яғни денсаулығымызға пайдалы. Жақсылап етімізді жуып аламыз, саламыз қазанымызға. Етімізді шайқап, жақсылап су құйып алдық. Енді бұл суымызға кішкене тұз саламыз. Тұзды газға қойып, етімізді қайнатамыз. Енді біздің етіміз әзірше қайнағанша, біз басқа жұмысымызды істей берсек те болады. Картошкамызды, помидорымызды жуып, пиязымызды аршып, жұмысымызды бітіре берсек болады. Ортасында салған етімізді қарап, көбігін алып, тазалап отырамыз. Жақсылап картошкамызды аршимыз. Piyazımızı arşıv alamız. Етіміздің көбігі шықты. Жақсылап тазалап алып тастаймыз. Етіміз қайнағанша біз пиязымызды турап қоямыз. Помидорымызды ұсақтап, төрт ұштап
помидор көп десеңіз де бір помидор қоссаңыздар да жетеді. Ал картошкамызды біраздан кейін ет пісті ау деген кезде турап салсақ болады. Ал енді кеспеміздің нанын елеп қояйық. 2 кішкене шынымен 2 шыны ұн саламын. Суымызға тұзын салып, енді нанын елеп қоямын. Жақсылап тұрып нанын елеп. Қолымыздағы нандарды ақырын ұнмен түсіреміз. Кішкене ұн себеміз.